Алматы облысы Қарасай ауданы Әйтей ауылы. Бектімбай Қосынов атындағы орта мектеп. Қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Ахметова Жомнұр Дастановна. Сіздермен бүгін өз іс тәжірибемен бөлісемін. Тақырыбым ұлттық құндылықтар арқылы тыңдалым және айтылым дағдыларын жетірудің жолдары. Дінмұхамед Қонаев өмірдің екі тірегі үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау дейді. Бұл тақырыпты таңдаудағы негізгі мақсатым қазақ әндері мен киноларындағы негізгі ойды түсіну, ақпаратты анықтау, түсінгенін практикада қолдана білу. Жаңалығы, жаңартылған бағдарлама негізінде оқу үдерісінде қолданып жүрген әдіс тәсілдерді ұлттық дәстүрге бейімдей отырып, рухани құндылықты жаңғырту. Ғылымилығы оқу үдерісіне дамытудың бір фактор ретінде тілдік дағдыларды коммуникативті тұрғыдан негіздеп, оны тәжірибеде қолдану. Тілдік төрт дағды айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым оқушының сөйлеу әрекетін қалыптастырады. Осылардың ішінде басқа дағдыларды қалыптастырудың негізгі алғы шарты тыңдалым әрекеті болып табылады. Айтылым дағдысы бойынша оқушылар белгілі бір тақырыпқа қатысты ойын білдіре алады, өз көзқарасын дәлелдейді, шешім шығарады, қорытынды пікір жасайды. Сонымен бірге ақпаратты өңдеу дағдылары қалыптасады. Егер оқушы өзіне керек мәліметті тыңдау арқылы тауып үйренсе, ол басқа үш дағдыны, яғни айтылым, жазылым, оқылым дағдыларын игере алады. Айтылып жатқан мәліметті түсінеді, өз пікірін білдіре алады, басқалармен қарым-қатынас жасайды, тақырыпқа қатысты деректі түсініп оқиды, көтерілген мәселеге қатысты өз көзқарасын жазбаша жеткізе алады. Тыңдалым және айтылым дағдыларын дамытуда қолданылған ән жинақтары және әдіс тәсілдер. Тыңдалымның ерекшеліктеріне тоқталмас бұрын, тіл үйрету барысында мәтінді қандай мақсатта және қалай тыңдатамын деген сұраққа жауап іздеу керек. Енді мен өзімнің іс тәжірибемде бұл әдіс тәсілдердің барлығын 5-ші сыныпқа пайдаланып көрдім. Өздеріңіз білесіздер, 5-ші сыныпта қазақ халқының салт дәстүрі деген тақырып бар. Осы тақырыпта мен қазақтың халық әні «Қазағымның дәстүрлері» деген әнді алдым. Менің тыңдалым айтылым дағдыларымның мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Бұл мақсатта мен қазақтың ұлттық ойы қанталапайды әдіске айналдырдым. Алдымен бұл асықтардың орналасуын оқушыларыма таныстырдым. Әрине, ер балалар біргемен, қыз балалар бұны үйренулеріне тура келді. Бүк түскен тірек сөз айтады, асығы шық түскендер мәтіннің идеясын айтады, тәйке түссе мәтінге сай мақал мәтел айтады, алшы түссе тақырыптыға қояды, ал хан асығы мәтін бойынша қорытынды сөз айтады. Бұл іс-әрекеттің барлығы қазақтың «Қазағымның дәстүрлері» деген халық әніндегі идеяны жасап толықтырып шығады. Екінші әдісім қыз қуу әдісі. Бұл әнде қазақтың Төреғалидың орындауында орындалған «Ассалаумағалейкум» деген әнді тыңдаттым. Тақырыбым сөйлеу мәдениеті, амандасу, қоштасу. Оқу мақсаты төменде көрсетіліп отыр. Қыз қуу әдісін қалай пайдалануға болады? Сыныпта қыздар мен ұлдар болып екі топқа бөлінеді. Ортадан екі бақылаушы сайланады. Тыңдалған әндегі көтерілген мәселе бойынша қыздар мен ұлдар бір-біріне сұрақ қояды. Әрбір дұрыс жауап бір балл болып есептеледі. Сұраққа жауап бере алмай қалса, жиналған балдан шегеріліп отырады. Қай топ көп балл жиса, жеңіске сол топ жетеді. Ал жеңіске жеткен топ жеңілген топқа шарт қояды. Келесі сабақтың тақырыбы отбасылық ғұрыптар. Тыңдалатын ән Марат Ілиясовтың «Қазақы дастарханым» әні. Бұл ән
бүкіл қазақтың отбасылық ғұрыптары туралы бізге керекті барлық деректерді бере алады. Мақсат тыңдалым мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Бұл сабақта мен қазақтың соқыр теке ойынын әдіске айналдырдым. Бұл әдіс оқушыларыма кереметтей ұнады. Бір жағынан ойын болды, бір жағынан сұрақ талдады, бір жағынан есту қабілетінің дамуына көмек бере алды. Шарт оқушылар шеңберге тұрғызылады. Шеңберге тұрғызылғаннан кейін ән тыңдатылады. Оқытуға бір оқушы көзі байланып шығады. Тыңдалған ән бойынша шеңбер сыртындағы оқушылар сұрақ қояды. Көзі байланған оқушы сұраққа жауап береді. Және сұрақ қойған оқушының атының кім екенін айту керек. Ойын осылай жалғасып, сұрақ жауап барысында тыңдалған мәтіннің мақсаты, бүгінгі сабақтың мақсаты анықталады. Келесі тақырып бесікке салу. Бұл тақырып бойынша Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы бесік жыры әні тыңдатылды. Сабақ мақсаты, оқу мақсаты тыңдалым мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Арқан тарту ойыны, ұлттық ойыны. Бұл ойынды мен пікірталас алаңына айналдырдым. Сыныпты екі топқа бөлдім. Тақырып бойынша сұрақтар беру арқылы пікірталас жүргізіледі. Әрине қашанда бақылаушы топ болады. Сол бақылаушы топ әрбір топтың жүргізген ұтымды пікірлерін қабылдай отырып, қорытындылайды және нәтижесін шығарады. Келесі тақырып ұлттық киім асыл мұра. Оқу мақсаты тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. Және сонымен бірге амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Осы мақсатта қазақтың Марат Умаровтың орындауындағы «Қыз сыны» әні тыңдатылады. Бұл әнде қазақ қыздардың ұлттық киімі, қазақ қыздардың биязы мінезі туралы керемет айтылған. Әрине бұл әнді тыңдау біздің балалардың ойлау қабілетіне көп әсер етеді деп ойлаймын. Осы мақсатта қазақтың ұлттық ойыны 5 тас ойынын әдіске айналдырдым. Әрбір таста мәтінге қатысты сұрақтар жазылады. Сұраққа жауап береді. 5 тасты тастаушы мәтін бойынша қорытынды сөзді айтады. Нәтижесінде оқушылардың бойына мынадай өзгерістер байқалды. Тілдік дағдыны жетілдірудің теориялық негіздері анықталды. Тыңдалым айтылым ұғымдарының мәні нақтыланды. Тілдік дағдыны саралаудың критериялары мен ерекшеліктері айқындалды. Тілдік дағдыға қатысты әдістемелік нұсқау берілді. Сонымен бірге оқушылар қазақтың ұлттық ойыны, олардың ойналу шарттары, олардың ерекшеліктерімен де қоса танысты. Мен осы арқылы ұлттық құндылықты әрбір сабағында дәріптеймін. Ахмет ғалым айтады, әдіс керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы жаман болмағы жұмсалатын орынның керек қылуына қарай дейді. Назарларыңызға рахмет.